Адам өлтіру деген бір қойды өлтірумен тең болғандай болды бұл заманда. Әр қайсымыздың қалтамызда, қолымыздағы ұялы телефонда ақша бар. Ақша үшін адамды өлтіру оңай нәрсеге айналғандай. Сіздермен бірге Куәгер каналы. Төменге өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Катрин Радли үшін күнде әке-шешесіне хабарласу салт дәстүрге айналғандай. Ол әрдайым күнде әке-шешесіне хабарласып қал жағдайларын сұрастырып, өміріндегі болып жатқан өзгерістермен, жаңалықтармен бөлісетін. Бірақ 30 қаңтар 2002 жылы ол таң ертең тұрып, әке-шешесіне хабарласқанда ешқайсысы жауап бермеді. Ол жұмысына жеткен кезде тағы бір рет хабарласты. Қолдары бос емес шығар деген ойда Катрин ары қарай жұмысын жалғастырды. Түстен кейін Катрин қайта әке-шешесіне хабарласқанда, ол тағы жауап алмады. Сол кезде ол жұмысынан сұранып жолға шықты. Катрин жол бойы қорқынышпен жүріп келді. Катрин үйіне жеткен кезде әкесінің көлігін көрді және үйдің артқы есігі ашық тұрғанын байқады. Үйге кірген кезде Катриннің қол аяғы істемей қалды. Үйге кірген Катрин әкесінің қансырап өліп жатқанын көреді. Шешесі де жататын бөлмеде қимылсыз жатқанын көріп тілі байланып шошып кетеді. Үй телефонын алып жедел жәрдемге хабарласпақшы болған Катрин хабарласамады, өйткені телефон сымын біреу кесіп тастаған. Ол үйден шығып көршілерге барып жедел жәрдемге хабарласты. Жедел жәрдеммен бірге полиция бірге келді. Полиция өз жұмыстарын бастап кетті. Полицияның ойынша қаншерлер екеу болған. Өйткені үйдің сыртында екі түрлі аяқтың ізі және екі түрлі тапаншамен атқанына белгілі болды. Олар Катриннің әке-шешесін ұрып соққан, кейін екеуінде тапаншамен 3 реттен атқан, 2 оғы денелеріне, үшіншісі бастарынан атқан. Полицияның ойынша бұл қаншерлер ақша үшін келген. Ванна бөлмесінде полиция $87,000 ақша тапқан. Тонаушылар қинап ақшаны таппағаннан кейін атып өлтіріп кеткен деген тұжырымға келді. Полицияда бұл іске қатысты тағы бір вариант болу мүмкін деді. Катриннің әке-шешесін кек алу үшін өлтіру мүмкін. Осыдан 10 жыл бұрын Катриннің жігіті Катринді ұрлап алып кетіп, бірнеше күн зорлаған. Катрин одан қашып кетіп полицияға хабарласқан. Сол кезде сот ол жігітті 10 жылға соттаған. Ол жігіт түрмеден шыққаннан кейін бәріңді өлтірем деген екен. Бірақ кейінірек полиция ол жігіттің әлі түрмеде отырғанын білді. Онда бұл қылмысты кім істеуі мүмкін деген сұрақ көпшілікті мазалады. Бұл оқиғаның жалғасы Буч Бойер деген ер азаматпен жалғасады. Сол жылы 17 ақпан кешке жақын 54 жасар Буч Бойер 12 жасар баласын келесі күнге дайындап жатты. Сабаққа баратын сөмкесін, киімдерін реттестіріп жатты. Сол кезде, яғни сағат 10-да есікті біреу қақты. Буч есікті ашқан кезде алдында полиция қызметкерлері тұрды. Олар қызмет куәлігін көрсетіп, Бучты есірткі таратты деген соттың шешімі шыққан құжатты көрсетіп, оны участкеге алып кететінін айтты. Буч ондай тіршілікпен айналыспайтынын айтты. Полиция қызметкерлері оны полиция участкісінде талқылаймыз деп қолына кісен салып, сыртта тұрған ақ Ford Grand Victoria'ға отырғызды. Буч үйінде баласы бар екенін айтып, оны жалғыз қорқатынын айтты. Полиция қызметкерлердің бірі үйге кіріп баланың қолына кісен салып көлікке отырғызды. Жолда келе жатып, Буч бір жаман нәрсені сезгендей болды. Көлік полиция учаскесінің қасынан өтіп қаланың сырт жағына жөнелді. Буч сол кезде түсінді, бұлар жалған полиция екенін. Қаланың сыртына апарып, қараңғы жерде Бучты және оның баласын сыртқа шығарды. Бучтың басына тапанша қойып ақша сұрады. Сол кезде Буч үйде тығып қойған $40,000 бар екенін айтқан. Олар екеуін қайта көлікке отырғызып, үйге барды. Үйден ақша алғаннан кейін Буч баласын жіберуге өтінді. Екеуін көлікке отырғызып қайта қаланың сыртына алып келіп, көліктен шығарып, қазылған шұңқырға алып келді. Буч қайта баласын босатуын сұрады. Сол кезде қаншердің біреуі пышақпен Бучты бауыздап жібереді. Буч жанағы шұңқырға бірден құлайды. 12 жасар баласы айқайлап жылап әкесіне жүгіре кетеді. Сол кезде 12 жасар баланы екінші қаншер басынан тапаншамен 3 рет атып өлтіріп тастайды. Қаншерлер күрекпен екеуін көміп көліктеріне отырып кетіп қалады. Бірнеше минуттан соң тамағынан бауыздалған Буч есін жиып, тұрып көмілген баласын қазып, мәйітін табады. Буч көліктердің өтіп жатқан даусын естіп, өзі жолға жүгіреді.
Бучтың түрін көрген көліктер тоқтамай өтіп жатты. Бір ғана көлік тоқтап, полицияға хабарласады. Полиция жедел жәрдем келген кезде, Буч баласын жанағы шұңқырдан табуын сұрады. Оның үсті қан, бір қолымен тамағын жауып жүгіріп жүрді. Бучқа баласының денесі маңызды болды. Сол кездегі Буч қандай сезімде болғаны елестету қиын. Ол өзінің ден саулығын ойлағысы келмеді. Баласының мерт болғаны оны іштей өртеп барады. Жедел жәрдем қызметкері оған былай деп айтты: "Біз сізді тез арада емханаға жеткізу керекпіз. Жеткізбесек сіз өліп қаласыз. Сіз тірі қалсаңыз балаңызды өлтірген қаншерлерді полиция ұстап алады" деді. Осы сөздерден ғана Буч есін жиды. Емханаға алып кетпей тұрып, Буч полицияға ақ Ford Grand Victoria көлігі және қаншерлер үйдің кілтін алып кеткенін айтты. Жарты сағат өткеннен кейін полиция сол көлікті Бучтың үйінің қасынан ұстады. Көлікте 43 жасар Майкл Карф болды. Көліктің ішінен адамның қанын, $20,000 ақша, полиция киімі табылды. Оның қолына кісен салып, полиция учаскеге алып кетті. Учаскеде қаншер бұл іске қатысы жоқ екенін айтты, өйткені оның ойынша полицияда ешқандай куәгерлері жоқ деп ойлады. Полиция қызметкері Бучтың тірі қалғанын айтқан кезде, қаншердің түрі өзгере кетті. Бұл қаншер Бучты мүлдем танымайтын еді, ал оның сыбайласын Буч кейін таныды. Оның есімі Джимми Брукс. Джимми Брукс Бучпен бірге істеген адамның баласы болып шықты. Полиция Джимми Бруксты полиция киімін өртеп жатқан жерін ұстады. Тергеу барысында Джимми 12 жасар баланың басынан атқанын мойындады, қасындағы сыбайласы Бучты бауыздағанын куәлік етті. Және де осыдан бірнеше апта бұрын Катрин Радлифтің қол астына жұмыс істеген айтқан. Олардың үйінде ақша бар екенін білген кезде, ол Майк және 28 жасар Джеймс Гарри үшеуі олардың үйіне кіріп ақшаны таппай өлтіріп кеткенде мойындаған. 2003 жылы соттың шешімі бойынша Майк Карф пен Джимми Бруф екеуін өлім жазасына кесті. Ал 28 жасар Джеймс Гарри болса өмірінің соңына дейін түрмеде қалатын болды.